Қайырлы таң. Бүгін map пен сетті өтейік. Map дегеніміз JavaScript'тегі объектпен өте ұқсас. Map негізі осы кейін пайда болған нәрсе. Оған дейін оның орнында объектті қолданып жүрді JavaScript программисттер. Бірден кодқа көше берейін. Әуелі қарапайым объект құрайын. Const object осылай құрылады, объект. Және оған бір property қосатын болсақ, a тең 1-2 деп қоса салам. Тағы да қосқым келсе, b тең 2-4 дейін. Жақсы, объектті ашып қарайым. Міне, a емес q деппін ғой. b бар және q бар. Жақсы, енді тура осыны mapпен жасайтын болсам, const map тең new map. Сосын map set деп жазам. Map set, сосын оған a деп беремді, 1-2 дейм. Map set b деп 234 деп берем. Енді екеуін салыстырайық. Бұлай көрініп тұр, бұлай көрініп тұр. Жақсы. Так, енді мына жерде қарасаңыздар, мапты мен қайсысын бірінші бердім, сол бірінші болып тұр. Ал объектте орындары өзгеріп кетті. Негізі мен Q-ді бірінші енгізген едім, B бірінші болып шыққайсып тұр. Алфавиттік орналасуы бойынша сортталып кетеді. Так, жақсы. Енді маптың объектіден тағы қандай айырмашылығы бар. Біз мапқа кей ретінде кез келген нәрсені берсек болады. Мысалға сандарды берсек те болады, массивті берсек те болады, бульонды берсек те болады. Не берсек? Функция берсек те болады. Тағы объект берсек те болады. Объект берсек те болады. В общем, мапқа кей ретінде кез келген нәрсені бере беруге болады. Ал объектіге тек қана string бере аламыз кей ретінде және символ бере аламыз. Кейлерге қатысты айырмашылығы осы, және жылдамдыққа қатысты айтатын болсақ, map объектіге қарағанда жылдам жұмыс жасайды. Мысалы, лид-кодты есеп шығарып болсаңыздар, JavaScript'тегі кодыңыз time limit exception сондай құлақ қалып отқан болса, объекті орында map қолдансаңыз болады. Көп жағдайда map жылдам жұмыс жасайды. Кейбір сирек бір ерекше жағдайлар бар, объект жылдам жұмыс жасап кетуі мүмкін. Әдетте ол төменгі обороттарда ғана. Бұлай үлкен ауқымды тапсырмалар болатын болса, қандай тапсырма болсын, map ұтады. Жақсы. Map деген осы. Map'тың тағы қандай мүмкіншіліктері бар. Так, map'та размерін білсек болады. Ішінде size қанша элемент бар екен білсек болады. Map'та не нәрсе бар жоқ екен білсек болады. Map get деп кей бойынша алсақ болады. Get деп аламыз, set деп саламыз, және has деп тексерсек болады. A деген бар ма деп. S деген ше деп. Аст. Жоқ. Так, тексерсек болады, және map delete деп өшірсек болады. Өшірсек болады. Енді map'та қайтадан қарасақ, ішінде A жоқ. Жақсы. Қосасың, аласың, өзгертесің, өшіресің. И барлығының размерін, барлық элементтің саны қанша екенін қарайсың. Так, ол үшін біз Google-да map JavaScript деп Google етеміз. Сөйтіп, Developer Mozilla-дан қараймыз, MDN сайтынан. Осы жерде мен сілтеме қалдырам. Ұмытқаған болсаңыздар, осы жерден қарап, толықтырып алсаңыздар болады білімдеріңіз. Бірақ мұнда көп ақпарат берсек те артық. Оның барлығын біліп қажет емес. Тек қана бас жағы былай синтаксисін білсеңіздер жеткілікті. Кейін толықтырып аласыздар берсе. Так, map туралы айтып болдым деп ойлаймын. Map жақсы. Мына жерде айтылмай кеткен key values entries бар екен. Енді менде
маптың бүкіл кейлерін мен осылай ала аламын. Map case деп, оны форммен const key of map case осылай консольға шығарсам болады. Console log key. Кейлерді шығардым. B, 1, 2, 3, массив, true, функция, объект. Так, енді value-лар шығарайын дәл солай. Так, мына жерде values. Так, val дей салайын, не? Мынау value-лері. Так, енді жұп-жұппен шығаратын болсам, ол entries. Entries. Және жұп деген ол 2 деген нәрсе ғой. Демек, мына жерге key val деп берем. Так, key val. Так, b деген key бойынша 234, 123 бойынша 123. Так, в общем, көріп тұрғандарыңыздай. Тек қана кейлерді алып шығуға болады, тек қана value-ларды алып шығуға болады, немесе entries деп жұптарын алып шығуға болады. Key мен value-ді бір-бірімен жұптастырып. Так, енді тағы не жасасақ болады. Мына жерде мысалды көрсеткен, объектіден мапты қалай шығарасың, маптан объектіне қалай шығарасың, массивке салу, алу, әрбері конвертация жасау. Негізі олардың бар екенін білсеңіздер жеткілікті. Кейін қажет болған кезде гуглить ете саласыздар. Мен де әрдайым гуглить етем, ана синтаксисін еске сақтамаймын. Әйтеуір бар екенін білем, болды. Set дегеніміз маптан айырмашылығы зор. Бұл да популярность жағынан маппен бірдей. Қиын есептерді шығарған кезде қалай мапқа жүгінетін болсақ, сетке де дәл солай жүгінеміз. Енді мапты біз объектімен салыстырдық. Өйткені мапта ол бір кілт және value деген не ұстанады. Солай жұмыс жасайтын механизм. Ал сетте key value деген жоқ, бұнда тек қана value-лардан тұрады. Const так, тұратыңыздар. Мен мапты түсіндіргеніңізде объектіне түсіндірдім ғой. Тура сол сияқты сетте түсіндірмес бұрын массивті қайталап жіберейік. Const array тең массив. Енді arrayға мен істеймін, push деймді 1, 2, 4 деп қосып атырмын. Енді дәл соны сетке жазайтын болсам, new set дейтін болсам, оған қосу үшін мен add қолданам. Add деймді 1, add 2, add 3. Так, array'ді қараймыз 1, 2, 3, setті қараймыз 1, 2, 3. Енді егер де мен массивке push деп ішінде бар элементті тағы да қосатын болсам, array 1, 2, 3, 1 болады. Ал set оған add деп тағы да 1-ді беретін болсам, сетке 1 қосылмайды. Себебі set дегеніміз уникальный сақтап отыратын массив деп түсінсеңіздер болады. То есть ішінде бар элементті тағы да қосатын болсаң, оны есепке алмайды. Так, енді set туралы тағы не айту болады. Сетке add арқылы қосамыз, және set. Так, сеттен бар жоғын хаз арқылы тексереміз. 8 жоқ, 5 бар. Так, тағы не айтуға болады. Енді мысалға алдында біз array'ді length тең 0 деп ішін тазап босап тастайтын едік қой. Сетте clear дейміз. Сет бос болып қалды, ішінде ештеңе жоқ. Так, болды. Сет туралы айтатынымыз осы. Таза массив, тек қана айырмашылығы уникальный сақтайды және өте жылдам жұмыс жасайды массивке қарағанда. Сол себепті бұл да мап сияқты егерде есебіңіз лид-кодта тайм-лимиттен өтпей жатса, мүмкін массив орнына сет қолдану керек шығар сізге. Жақсы, қорытындыға не дейді? New map деген конструкторы, set арқылы саламыз key value, get арқылы аламыз, has арқылы тексереміз, delete деп өшіреміз, clear деп
мапты тазап тастаймыз үшін size деп ішінде қанша элемент жұптары бар, соның размерін аламыз. Так, өлшемін аламыз. Так, set, new set деп құрылады, add қосылады. Get деген жоқ setте, өйткені неге жоқ? Өйткені setте key value емес қой, тек қана value'лар. Сол үшін get деп жатпайсың да. Set delete деп өшіріледі, has деп тексеріледі, clear мен size. Екеуі ұқсас да? Ұқсас. Жақсы, осымен map пен set бітті. Есеп шығару барысында практикада әбден сіңіріп аласыздар деп ойлаймын. Мына жақта есептер қызық болса шығарып көріңіздер. Егер де басқаша бір есептер керек болса, маған айтсаңыздар болады, мен тастап көремін чатқа.